Ё-моё, тойып кеттім ғой. Қалай тойып кеттің? Енді ғана бастадық қой тамақ жеу. Просто видео түсірмей жатқан кезде қалай тамақ жеуге болады? Менде бір идея бар. Давай тамақ пен видеоны қосып жіберейік. Қалай? Кеттік түсіндірем. Қара, менде мынандай идея бар. Біз тамақ жегенді жақсы көреміз, видео түсіргенді жақсы көреміз. Екеуін біріктіріп жіберсек, кім соңғы тамақ жеп тоқтатады, сол 10 мың теңге алады деген видео шығады. Келісесің бе? Келісемін. Давай онда бүйтейік. Бұл челленджде ешқандай шектеу болмайды. Яғни өзің білесің, қанша тамақ жейсің, қанша тамақ аласың. Ереже жоқ. Жоқ. Және ең басты ереже тамақ жеуді тоқтат! Достар, осы видеоның спонсоры 1xbet. Егер де сіздер дәл қазір видеоның астына түсіп, бекітілген комментарияда ссылка өтіп, регистрация жасап және де алғашқы депозитіңізге Азим деген промокодты енгізсеңіздер, онда сіздерге 65 мың теңгеге дейін жаңа жылдық бонус беріледі. Кеттік видеоға. Достар, мен тактикам мынандай. Қазір мен Анварға барып, сол жерден толтырып тамақ алып алам, сосын барлығын үйге таситын болам. Сонда үйде жылы жерде асықпай және тамақты тоқтатпай опыртып жейтін боламын. Сонда по-любому 10 мың теңге менікі болады. Но это не точно. Ал ендеше Анварға кеттік. Достар, бұл челлендждің мақсаты қандай? Ой, дура. Я, дұрыс, бұл челлендждің мақсаты тамақ жеуді тоқтатпау. Ал тамақ жеуді тоқтатпау үшін не істеу керек? Дұрыс, тамақ жеуді тоқтатпау үшін бізге тамақтың өзі керек. Ал тамақты қай жерден аламыз? Біз тамақты көшеден аламыз. Там бургер, пицца барлығын біз көшеден алатын боламыз. Сондықтан да мен қазір қаңғитын боламын. Және де 10 мың теңге мен туамын. Кеттік онда. Достар, мінекей біз сәт сапарға не айтып жатырмын мен. Мен қуама? Сен қайқа баратсың? Сен неме артынан баратсың? Атырым өзім жоғын. Сен қайқа баратсың? Айтпайым. Енді айтпайым. Айтпақшы, челлендж басталған қалай шешеміз? Бізге тамақ жей беру керек қой, қазір тамақ жоқ бізде. Давай бізге таймер болсын, 1,5 сағат. Уақыт 1,5 сағат давай. Давай таймер. Достар, қазір біз 1,5 сағатқа таймер қоямыз. Соткаларымызға потом 1,5 сағат өткеннен кейін уже тамақ жеп бастау керекпіз. Челлендж официально басталып. Давай. Достар, мен өз жолымен барам, Нұрланбек өз жолымен барады. Нұрланбек өзімен сотка алып кетті, ол сотмен түсіреді, мен камерамен түсіремін. Все, достар, біз тамақ жеуді тоқтатпайтын боламыз. 1,5 сағаттан кейін ровно. Кеттік. Твикс. Yeah, boy. О, мне баварские колбаски дейді, так неше штук алайын. Так, давай бір штук ала салайын. Все, енді напитоктар қараймыз. О, давай бір керешке ала салайын. Стенге нормально. Давай бір макси чай и мә не алып басқа. Мынандай ала салайын. Грушамен. 180 теңге нормально. Мә уже қараңдар уже неше тамақ, мен по-любому ұтып кетемін ғой мен уже. 1 штук жарайды. Все, 2 мыңды салдым. Болды. Бір сентке салдым. О, альбени алайын. Неше не тұрады? Сүксе. И наконец-то соңғы зат. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Так, енді үйге артынан барлық тамақты опыртатын боламын. 40 минут? Ема, үйге бару керек уже. Ё-моё, достар, уже дала қараңғы атып кетті. Ал мен Нұрланбекке челлендж 1,5 сағаттан кейін басталады деп сөз бердім. Примерно уже 1,5 сағат өткен шығар, потому что уже дала қараңғы атып кетті. Мен мына жерге жетейін дегенше. А мен қазір Макдональдсқа келдім. И сонда қазір мен осы Макдональдстың ішіне кіріп, тамақ алып, тамағымды асықпай жей беретін боламын. Мәссаған, достар, ойлаңыздаршы, Макдональдсқа келіп, көрерменімді кездестіріп қалдым. Мәссаған. Сәлем, достар. Антивиге подписать етіңіздер. Естіңіздер ма? Подписаться етіп кетіңіздер деп жатыр. Сондықтан да давайте қызыл кнопка подписациядан басып кетіңіздер. А біз мында әлі күтіп отырық. Мына жерде очередь болып жатыр. Қазір кішкенеден кейін уақыт болады. Челлендж басталады.
Достар, мінекей мен заказ бердім. Мынау менің чегім. Және де қасымда подписчигім. Достар, біз тамағымызды күтеміз қазір. Сын челлендж басталады. Ең бастысы мен тамақты жеуді тоқтатпау керек. Нұрланбек не істеп жатқанын білмеймін енді. Тамақ жеп жатқан шығар. Челлендждің басталуына 4,5 минут қалды. Ой, барлығын шығара берейін. Достар, қараңдар, біз қалай жестко закупить етіп алдық. Бұл әлі ничего, біз еще суши мен пицца толтырып заказ беріп қойдық. Біз осындай толтырып заттар алдық, енді осы лайкқа лайықты деп ойлаймын, так что лайктарыңызды аямаңыз. Беляшидан бастайық. Азымханаға не жеп жатыр екен вообще? Ол уже атылып қалған жоқ па? Бастап шықты уже. Достар, мінекей менің заказым дайын болды. Енді челлендж басталды деген ойдам. Нұрланбек те челленджді бастаған шығар, мен де челленджімді бастадым. Енді ең бастысы тамақ жеуді тоқтатпау керек. Бисмилля. Все, достар, челлендж басталды. Осыдан бастайық. Ең бастысы асықпай жеймін. Мына гамбургерді қазір жолға алып қоятын боламын. Не қылған бір сормаңдаймын. Кейде мені көргенде жын ұрады айнаның ар жағындағы сөйлеп өз-өзіне жұлқынады. Асықпай жеу керек еді, достар. Айтсам, мына бітіп қалғаннан кейін не істерін білмеймін. Как көреміз енді. Маған сеніңіздер комментария Әзімхан ұтады деп жазыңдар. Келмес, шынымен де ұтам. Айнаның ар жағындағы сөйлеп өз-өзіне жұлқынады, қылқынады, жын ұрады. Өзіме өзім дым көңіл толмайды, жұмыс істеу қажет. Ұнап жатыр маған, мына челлендж, достар. Жестко ұнап жатыр. Мынаны бітіргеннен кейін не істерін білмей тұрмын. Мына гамбургерді қалдырам. Өткен жолда үйге қарай баратқанша дейін гамбургерді бір нәрсе жеу керек маған. Тойып кеттім, достар. Все, достар, мен жеп бітірдім, кеттім, мен үйге баратын боламын. Беляшиді кім пісірді? Мен ғой. Ойлап айтсам. Апама рахмет, Беляши пісірді. Специально мен ұту үшін, потому что 10 мың теңге алсам 5 мың оған берем. Так, ема, толып жатыр зат. Не жейтінді әлі. Таңдап берші маған. Секерсің. О, рахмет. Жаңа жыл жақындап қалды. Әлі 200 подписчик болған жоқ. Сондықтан да Азымхан ағаға күшті подарок. Ол 200 мың подписчик. Әрбір подписаться деген кнопканы баспаған адам подписаться деген кнопканы басып сұрғылт түске айналдыру. Сол оған сыйлық болады. Достар, мен қазір Макдональдстан шықтым, бургер қалдырдым өзіме. Осыны қазір мен жүріп келе жатып жейтін болам. Үйге барғанша дейін осыны жеп баратын болам. Әйтеуір жеткізіп асықпай, чуть-чуть аузыма салып, үйге дейін баратын болам. Айтпесе мен қазір бұны тез жеп қойсам, үйге қарай бара жатқан кезде тағы да бір нәрсе алу керек болады. Вообще ұтылып қалу мүмкінмін. Достар, дала деген өте қараңғы болып кетті. Мен үйге жетіп қалдым. Үйге жеттім. Ары қарай тамақ жейтін боламыз. Ё-майо. Тоңып қалдым конкретно. Ой, жинақ қой. Маған тамақ жеуді тоқтатпау керек, түсесіздер ма? Ё-майо. Мен жаңа гамбургер жедім. Тағы бір гамбургер жедім. Үлгердім, үйге. Жақсы болды, сен бір нәрсе алған не ойлап, үйде дым жоқ қазір ұтылып қаламыз. Мен не жеймін? Еще айтпасын, мен суши мен пицца заказ беріп қойдым. Жақсы болды ма?
Пауза қойыңызшы, пожалуйста. Достар, бұл челлендждің екінші туры деп айтуға болады, өйткені бізге тағы да тамақтар қосылды. Қараңыздар, пицца мына жерде, суши, 6 штук суши. Және де, тамақ жеуді тоқтатпау керек. Ладно, айтып алайын. Мындан қараңдар, неше түрлі конфета, сок десең бәрі бар ғой, достар. Ал енді бұл екінші раунд деп, екінші тур деп айтуға болады. Достар, сандық жерге тасталды, екінші раунд басталды. Ал біз ендеше видеомызды жалғастырайық. Нан қалай жейді? Блин, жақсы болды, қараңыздаршы. Мен почему-то никогда Филадельфия Неше түрлі суши бар ғой алдында, неше... Давай, мына суши дәмін көрейін деп жатырмын, что-то білмеймін, аты қалай, намын Рамбек. Темпура. Оператордың қараңыздар, көз жайнап, прям тамақ жегісі келіп тұр ғой, прям аузымен үріп тұрып, бізге кәдімгідей өзінің... асықпай жеймін, айтпақшы достар. Нұрамбек, несі айтпақшы, қапақ киіп алдың? Жаңа жыл жақында. Өтір айтпақшы, просто ішінде прическасы нефтемский шығар. Қойшы ішті. Маған стакан. Бәрін қиратты. Мына жерде стол. Мацикай ішем мен. Уже аузында су қалады олады. Ашты жұмды ғой. Тамақ жеуді тоқтатпа, Нұрамбек, самамын бұлам. Тоқтатпаймын. Жоқ, тоқтата бер, маған жақсы ғой. 10 минуттен қалуы. Ох, достар, мынаны қараңдаршы, ыстық па мынаны қараңдар. Тонкий ол керек қой пицца дегенше, осында итальянский. Сицилия. Сицилия? Мен жаман асықпай жеу. Пицца жесем, достар, мен асығып кете беремін өзім-өз. Грибімен жынды екен, достар. Айтып тұрмын ғой, достар, оператордың қарны қатты көз жайнап тұр, көз жайнап. Прям орып тұр ғой, аппетит көрініп тұр, достар, қазір. Өзімізді ұрып жіберейін деп тұр ғой, прям бермесек тамақты. Қалдыр бәрін. Күшті кетіп жатыр, достар, пока что маған күшті кетіп жатыр, тамақ деген, күшті аппетит деген мощный болып тұр, пока что. Жүрегім айнап жатыр. Не, достар, ішім ауырайын деп жатыр уже, жестко. Ішін ауырып жатқан жоқ қой. Не, достар, ішім ауырайын деп жатыр. Болды, мен тоқтатамын, жоқ. Қойшы. Мен жей алмаймын уже. Не, актерсың, өтірік қой, жейін. Шын айтам, болдым мен. Құсайын деп жатыр, бар. Қысым кетті, пока. Ашшы есікті, не ол? Адамды қорқытпашы. Мен өтірік істеп жатқан шығар десем.